Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді ұйғыр самсасының рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, салқын майымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 2 порция дайындадым. Сіздер жартысын дайындасаңыздар да болады. Майымызды теркадан өткізіп болдық. Енді крошке дайындап аламыз. Крошкемізді дайындап болдық. Ендігі кезекте осындай жұмыртқаның сарысын, тек қана сарысын саламыз. Ағы араласып кетпеу керек. Содан соң 200 грамм қаймақ саламыз. Ендігі кезекте 6 уыс су құямыз. Осылай өлшеп құямыз. Артық ұн, су ештеңе қосудың қажеті жоқ. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар өте жұмсақ қамыр дайын болады. Осылай барлығын июі қанғанша, қамырды бір-біріне біріккенше илеп аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын болды. Енді кезекте кішкене қалдырамыз жарты сағатқа. Содан соң осылай 4 суалаға бөлеміз. Мен сіздерге жаңа айтып өткенімдей, мен бұл жерде 2 порция жасадым. 2 бөлікке бөліп, қамырымызды осылай жайып, бір-бірінің үстінен май жағып орайтын боламыз.
Ендігі кезекте осылай қамырымызды ұн сеуіп жақсылап жайып аламыз. Ендігі кезекте майымызды микроволновкаға салып ертіп аламыз. Қандай май қолдансаңыздар да өз еріктеріңізде 82-72% болса да жарайды. Міне осылай бірінші зуаланың үстіне жақсылап жағып аламыз. Осылай майымызды жағып болғаннан соң үстіне аздап ұн сеуеміз. Содан соң екінші зуала қамырымызды да жайып, осының үстіне жаятын боламыз. Және май жағамыз үстіне. Міне майын жағып болдық, енді тағы да аздап ұн себеміз. Содан соң қамырымызды ораймыз. Жақсылап орап шығамыз осылай. Міне енді қамырымызды пакетке салып 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міне 1 сағаттан соң қамырымызды алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Осы бір зуаладан 30-35 штук дана самса шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырының өзі ерекше сап-сары, өте әдем болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Міне ендігі кезекте қамырымызды жайып, салмасын салып түйетін боламыз. Салмасына әрине өз қалауларыңыз, мен аздап картошка қостым. Тек фарштың өзімен дайындасаңыздар да өз қалауларыңыз. Міне осылай екі шетін жақсылап қысып өріп шығамыз. Қонақ келгенде де осылай істеп ұсынсаңыздар өте дәмді, ұялмай ұсына аласыздар. Дастархандарыңыздың сәнін келтіретін және де қонақтарыңызға да сөзсіз ұнайтын самсалардың бірі. Осылай жасасаңыздар да, немесе қамырын жасап қатырып қойсаңыздар да болады. Или болмаса жаңағыдай түйіп қатырсаңыздар да болады. Егер де холодильникте орын болса, осылай
түйіп морозильникке салып қатырып қойсаңыздар асығыс кезде алып пісіре беруге өте ыңғайлы самсалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де қатыратын болсаңыздар, сразу жұмыртқаны жағып қатыра бересіздер. Міне осымен самсаларымызды түйіп болдық. Жұмыртқа жағып бетіне мак, күнжіт сеуіп печкаға жібереміз. Печканы алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Самсаның әдем болып көтеріліп пісуі печканы қыздырып қоюға да байланысты, сол себепті қыздырып қойыңыздар. Бұл самсаның тестасын енді айта алмаймын, өте күшті болып шығады. Сөз жоқ, магазиннің тестасы қасында қалып кетеді. Біздің үйдегілерге өте қатты ұнады. Қамырын сатып алдыңыз ба деп те сұрап жатты. Міндетті түрде сізде де жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайды деген ойдамын. Міне осымен самсаларымыз дайын, пісіп шықты. Ендігі кезекте шаймен ұсына берсеңіздер болады. Немесе қонақ күткен кезде де осы самсаны жасап ұсынсаңыздар болады. Өте күшті, сөз жоқ, дәмді болып шықты. Қонаққа ұялмай ұсына аласыздар. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Осымен самсамыз дайын, ас болсын.